Саламатсыздар ма, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін біз 5 сынып математика пәні 1-ші тоқсанның БЖБ-сын қалай шығару керектігін сендерге үйрететін боламыз. Бастамас бұрын конкурс араларында бір оқушыға тегін БЖБ-сын шығарып беретін боламын. Оның үшін 4 қана шарт бар. Бірінші шарт арнаға жазылған болуын керексің. Екіншісі видеоға лайк басу керек. Үшіншісі WhatsApp-тағы 3 досыңа поделиться деген мәзір арқылы таратуың керек осы видеоны. Төртіншісі ең маңыздысы осы видеоның астына коммент жазу керек. Мен осы комментариялардың арасынан рандомайзер арқылы бір адамды таңдап, соған жазатын боламын жекесіне, немесе нөмірін жазатын боламын. Мақсат бұл жерде комментарияны қаншалықты көп жазсаң, соншалықты сенің ұтысқа ие болу, яғни БЖБ-ңді тегін шығарып алу ықтималдығы жоғарылай бастайды. Сондықтан да шексіз комментария жаза берулеріңе болады. Әрбір комментария бір адам болып есептелінеді. Сондықтан да сәттілік барлығына. Енді біз бастаймыз. Негізінде 5 сынып БЖБ 1-ші тоқсан бұл 2 бөлімнен құралған екен. Біріншісі натурал сандар және 0 деген бөлім. Екіншісі натурал, қазір айтам, екіншісі қандай екен? Екіншісі натурал сандардың бөлінгіштігі. Сондықтан да мен 2 бөлім бойынша да сендерге көрсететін боламын есептің қалай шығару керектігін. Егер де мұғалімдерің сендерге осыдан араластырып берсе де барлығын білесіңдер, жеке-жеке берсе де сендер барлығын шығара аласыңдар. Сондықтан да бірінші осы натурал сандар және 0 деген бөлім арқылы шығарып көрсетемін. Өрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз деген. Бұл жерде қарасаңдар 5462 екеуінде де бар. Сондықтан да соны жақшаның сыртына не алу керек, шығару керек. 5462-ні жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде не қалады? 15 қосу 985 қалады. 15 қосу 985. 5462 тұра береді. Өз күйінше жазып қоя береміз. 5462-ні көбейту 15 қосу 985. 985-ке 15-ті қосса қанша болады? 1000 болады, я? 1000 болады. Енді біздің кезімізде 1000 болатын еді. Қазіргі оқушылар қандай болатын білмеймін. Енді көбейте салсақ, артында 3 нөлді қоя саламын, я? 5462 4-ші класста үйренгенбіз. 10-ға, 100-ге, 1000-ға көбейтуді. 5462 артына 3 0. Сонда бұл санымыз бізде 5.462.000 деген сан болады екен. Түсінікті ғой, қалай шығару керек? Өте оңай. Енді мына жерде тиімді әдіспен тағы да есептеу керек. Тиімді әдіс бұл жерде 2-ге 598-ді қосып аламыз. Өйткені 8 бен 2-ні қосқан кезде 0 шығады, 0 пайда болады. Бізге сол 0 пайда болғаны керек. Сондықтан 598-ге 2-ні қоссам қанша болады? 600 болады. Қосу 841-ге қаншаны қосам? 159-ды қосам. 841-ге 159-ды қоссақ 900 1000 болды екен. 1000 болды екен. Так. Сонда 1000-ға 600-ді қоссақ 1600 шығады екен. Яғни біз калькуляторсыз қазір осыларды не істедік? Есептеп шығардық. Оңай жолы. Негізінде бұл жерде бір қасиет бар. Қосындылар, үлкен қосылғыштар болатын болса, қосылғыштардың орындарын ауыстырғанмен олардың мәні өзгермейді, жауабы өзгермейді. Қосындының мәні өзгермейді. Сондықтан да осылай ауыстырып, сол қасиетті пайдаланамыз негізі бұл жерде. Азайтуда ондай емес, көбейтуде сондай, бірақ бөлуде ондай емес. Қосу мен көбейтуде осы әдісті пайдалануға болады, азайту мен бөлуде бұл әдісті пайдаланамаймыз. Екіншісі, теңдеуді шешесің және тексеруді орындаңыз. Теңдеуді шешейік. Теңдеу мына берілген деп ойлайық мына нәрсені. Енді бізде 42 азайту m тең болады 22 61-ден 22-ні не істеуіміз керек? Азайтуымыз керек. 61 азайту 22 болады. Осындай болды күрделі теңдеулер шешкенде. 42 азайту m тең болу керек. M дегеніміз сол x дегені ғой негізі. Белгісізді айнымалы сан. 61-ден 22-ні азайтатын болсақ, 33 па? Жоқ, 38. Жоқ, 39. 39 болады. 61-ден 22, 39 қосып көрейін. 61 шығады. Енді осы жерден m-ді табу керек. Бұл да тағы да бір теңдеудің білесіңдер, 3-ші класста, 4-ші класста өткенсіңдер. 42-ден 39-ды азайтамыз, осындай кезде. Кейбір оқушылар 42-ге 39 қосып жібереді, сосын кішкентай саннан үлкен санды азайтып отырады. Негізі ол қате. 42-ден 39 десе қанша болады? 3 қалады. 3-ті апарып енді орнына қойып тексеріп көреміз. Тексеру деген осы. 22 қосу 42 азайту 3. Емді біз таптық қой 3 екендігін. Теңдеуді орындадық. Тең 61 шығу керек. 42-ден 3-ті азайтсақ 39 болады.
39-ға 22-ні қоссақ 61 шығар екен, иә? Тексеруде де орындап қойдық. Осылай шығарылады. Үшінші, есепті шешіңіз. Көрермендер залында 420 орын бар. 24 адамнан тұратын 17 топ өз орындарына отырғаннан кейін неше орын бос қалады дейді. 24 адамнан тұратын 17 топ. Так, 24-ті біз бірінші не істейміз? 17-ге көбейтіп аламыз. Сонда қанша орындыққа отырғанын табамыз, иә? 24 адамдан 17 топ болса, барлығы болып 408 адам болады екен. 24 көбейту 17 тең болады. Қанша? 408 адам. Енді басында бәрі 420 орындық бар еді. 420 орындыққа 408 адам отырса, қалған орындықтар 420-дан 408 азайтамын. Сонда қалған орындық саны қанша болады? 12 болады, 420-дан 408 азайтам 12. Сонда адамдар 12 орындық бос қалды, 408 орындыққа отырды. Отырған кейін неше орын бос қалады? Жауабы дейсіздер, 24 адамнан тұратын 17 топ өз орындарына отырғаннан кейін 12 орын бос қалады деп жазып қоясыздар. Негізі мұғалімдеріңіз сіздердің жауаптарыңыз тексереді. Барлық мәтінді есептерде жауабы деп осы шарты бойынша не нәрсе сұраған, сол сөйлемді жазып, керек нәрсе, мысалға 12 шықты ма, 12 орын бос қалды деп жазыңыздар. Олимпиадалық есептерде де тура осындай жауабы міндетті түрде жазылуы керек. Жауапсыз тек қана сіз берілгені немесе есептен шығарылған жазып қойсаңыз, сіздің балыңыз есептелінбейді. Жауабыңыз, есебіңіз қате деп есептелінеді. Түсінікті ғой? Енді біз не істейміз? Біз қазір бұл бөлімді білдік. Екінші бөлім бізде натурал сандардың бөлінгіштігі. Осы бөлім бойынша қазір көрсететін боламын. 3, 21, 24, 120, 80 сандарынан 5-ке еселік. 5-ке еселік дегеніміз 5-ке қалдықсыз бөлінетін сандар. 5-ке қалдықсыз бөліну үшін оның 5-ке бөлінгіштік белгісін табайық. 5-ке бөлінгіштік белгісі, егер де санның соңғы цифры 5 немесе 0 мен аяқталса, онда бұл сандар 5-ке бөлінеді деген. Бізде енді 0 мен немесе 5 пен аяқталатын бұл жерде 120 және 80 ғана бар. Сонда А-ның жауабы не болады? 120 және 80. Осы екеуі ғана 5-ке қалдықсыз бөлінеді. 5-ке еселік сандар. 5-тің еселігі. Мысалға 3 5-ке еселігі емес. 21-де 24-те 5-ке бөлінбегендіктен 5-тің еселігі болмайды. 120-ның бөлгіштері. Яғни 120-ның бөлгіштері, так, бөліп көре саламыз. 3-ке бөліне ма 120? Бөлінеді. Значит, 3-ті жазамын. 21-ге бөліне ма 120? 120 21-ге бөлінбейді. Точно бөлінбейді. Бөлінген 21. Көрінді ме? Қалдық шығып кетеді екен. 120 21-ге бөлінбейді. Мына алмаймын. 24-ке бөліне ма? Бөлінеді, 5 шығады. 24. 120 24-ке бөлінгенде 5 шығады. 120 120-ға бөлінеді. 120 80-ге бөліне ма? 80-ге бөлінбейді, қалдық шығып қалады. 40 қалдық қалады. Сондықтан да 120-ның бөлгіштері 3, 24, 120. Мына жерде 20-ның болу керек қой, ның болады. Так, 42 санының бөлгіштері болмайтын сандарды тап. 42-ның болмайтын. Қазір біз болатын таптық қой, 120-ның. Енді болмайтын табымыз керек. 42 3-ке бөліне ма? Бөлінеді. Қанша шығады? 14 шығады. 21-ге бөліне ма? 21-ге де бөлінеді, 2 шығады. 24-ке бөліне ма? 42 24-ке бөлінбейді. Сондықтан да 24-ті аламын жауап ретінде. 42 120-ға да бөлінбейді, 80-ге де бөлінбейді. Өйткені үлкен сандар, өзіне үлкен сандарға бөлінбейді ешқандай сан. Сондықтан да 24-ті аламын, 120-ны аламын және 80-ді жауап ретінде алады екенмін. Үшіншісінде 42-ге бөлінбейтін сандарды жаздық. Екіншісінде 120-ға бөлінетін сандарды теріп жаздық. Біріншісінде 5-ке бөлінетін сандарды теріп жаздық. Түсінікті ғой? Түсінікті болса, келесі есепке өтеміз. Так, келесі есебіміз бізде 9 метр жібек матасы сатып алынды. Оның құны 5436 теңге болуы мүмкін бе? Жауабын түсіндіріңіз дейді. 5436 теңге болуы мүмкін. Мүмкін, шынымен де. Бірақ та не үшін? Өйткені 9-ға бөлінгіштік қасиетін пайдалансақ, егерде санның цифрларының қосындысы 9-ға бөлінсе, онда ол сан 9-ға бөлінеді деген сөз. Яғни 5436 деген санның цифрлары 5, 4, 3 және 6. Мыналарды қоссам 9, 12, 18 шығады. 18 деген сан 9-ға бөлінгендіктен 5436 да 9-ға не істейді? Бөлінеді. Сондықтан да мына теңге 9 метрге
бөлсек, әрбір метрі, қазір айтамын, 5436 бөлінген 9, әрбір метрі 604 теңгеден болатын жібек маты екен. Түсінікті ме? Егер сіздерге мұғалімдеріңіз былай беруді мүмкін. Мысалы 5437 теңге болуы мүмкін бе десе, жоқ, мүмкін емес. Өйткені 5437 9-ға бөлінбейді. Қазір 9-ға бөлетін болсақ, көрдіңіздер ме, былайда қалдық шығып кетті. 604 теңге тиындар өте көп тиын. Бұндай болуы мүмкін емес. Ешқайсымызда 0,11 тиын деген жоқ қой ешкімде. 11 немесе 111 тиын деген жоқ өмірде. Сондықтан да нақты қалдықсыз бөлінетін сандар болуы керек. 9-ға бөлінгіштік, 3-ке бөлінгіштік, 5-ке бөлінгіштік, 10-ға бөлінгіштік қасиеттерді білсек, бұл есепті шығару өте оңай. Және бізде үшінші есеп, амалдарды орындамай-ақ анықтаңыз деген. Орындамай анықтауға бола ма? Иә, болады. 130 қосу 39 қосындысы 13-ке бөліне ма? Кейбір оқушылар 130-ға 39-ды қосып, жауабы 169 деп, 169 13-ке бөліне ма деп тексеріп көреді. Негізі ол да дұрыс, бірақ та орындамастан дейді. 130-дың 13-ке бөлінетін білеміз, 10 шығады. 39 13-ке бөлінеді, 3 болады. Өйткені 13-ті 3-ке көбейтсек 39 шығады. Сондықтан да 130-да 13-ке бөлінеді, 130-да 13-ке бөлінді, ал 39-да 13-ке бөлінді. Сондықтан мынаның қосқан кезде де бәрібір қандай сан шықса да ол 13-ке бөлінеді. Осылай тұжырымдаманы осылай жазамыз. Жақсылап әдемілеп жазып қоямыз. 36 көбейту 26 көбейтіндісі 12-ке бөліне ма дейді. Бұны да кейбір оқушылар көбейтіп, жауабын шығарып, бөліп есептеп жүруі мүмкін, бірақ та олай есептемейміз. 36 көбейту 26. Көбейту кез келген көбейткіштің біреуі мына санға бөлінсе, онда көбейтінді шыққан мәнде сол санға бөлінеді. Яғни бізде 36 12-ке бөлінеді. 36 12-ге бөлінгендіктен 36 көбейту 26 қандай сан болса да 12-ге бөлінеді. Тексеріп көрсек болады. Мысалға 36, қазір калькулятор шықсын. Так, 36 көбейту 26 бөлінген қанша? 12. Қалдықсыз бір сан шықты. Сондықтан да бұл неде бөлінеді екен? 5-ші сынып бізде аяқталды. Конкурс туралы ұмытпаңдар оқушылар. Өйткені осы конкурс арқылы сендерге көмек беруі мүмкін. Лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды міндетті түрде естен шығармаңдар. Жақында TGB басталады. TGB-ны да тура осылай түсіндіретін боламын. Арнадан алыстап кетмеңдер. Жақсы.